Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәл осындай дәмді әрі тез жасалатын кешкі ас дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш пен пияз, осындай дайын кеспелер және көкөністер қажет болады. Ең алдымен фарш пен пиязға тұз және бұрышты қосып араластырамыз. Дайын болған салмадан қолымызбен домалақ формалар шығарамыз. Табаға сұйық майды құйып қыздырып аламыз. Оған ең бірінші пиязды салып қуырамыз. Пияз сарғыш түске ене бастағанда оған қалған көкөністерді қосамыз. Менде бүгін картоп және болгар бұрышы, сіздер қалауларыңызша кез келген көкөністі қоссаңыздар болады. Тұз және басқа да дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Әбден қуырып болған соң су құйып табаның бетін жабамыз және қайнағанға дейін күтеміз. Қайнаған соң дайын кеспелерімізді рет-ретімен қойып шығамыз. Кеспені қоймас бұрын оны қолымызбен ашып алған дұрыс. Менде видеода олай көрсетілмеген, дегенмен солай істесеңіздер, одан да күшті нәтижеге жететін боласыздар. Кеспенің үстіне осылай фарштан дайындаған салмамызды салып шығамыз және бетін жауып, баяу отта 35-40 минутта пісіріп аламыз. Осындай дәмді әрі тез жасалатын кешкі ас дайындадық. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Баршаңызға ас болсын.